Hyundai Транс Қазақстан заманауи үлгіде салынған еліміздегі бірегей автокөлік зауыты. Алматы қаласының өндірістік аймағынан бой көтерген зауыттың құрылыс жұмыстары пандемия белең алған тұста да барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып бір сәтке тоқтамаған. Нәтижесінде небәрі 1,5 жылдың ішінде зауыт өз жұмысын бастап кетті. Бізде шығарылатын автокөліктердің сапасы Корея мен Ресейдегі Hyundai Motor компаниясынан кем түспейді. Біз әлемдік стандартқа сай болу үшін мұнда техникалық оқыту және дайындау жұмыстарын жүргіземіз. Hyundai Транс Қазақстан зауыты ел экономикасының дамуына, сондай-ақ екі ел арасындағы ынтымақтастықтың артуына өз ықпалын тигізеді деп сенемін. Жоба Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің және Алматы қаласы әкімдігінің, сондай-ақ Сыртқы істер министрлігінің инвестициялар жөніндегі комитетінің қолдауымен жүзеге асты. Қазіргі таңда зауытта 550-ден астам адам жұмыс істейді. Келесі жылдың ортасына қарай мамандар саны 700-ге жетеді деп отыр зауыт басшылары. Кез келген адам енді жаңа көлік мінгісі келетін анық. Қазір біздер заводта сатуға дайындалып жатқан жаңа көлікті жүргізіп көрдік. Өте керемет, өте тамаша. Бұл Hyundai Accent маркасына мамандардың айтуынша сұраныс өте жоғары екен. Өйткені біріншіден Алматының кептелістерінде бұл көлікпен жүру өте қолайлы және бензинді де көп жемейді. Қазір көлік нарығында бағаның аспандап тұрғаны анық. Мұны мамандар валюта бағамының тұрақсыздығымен байланыстырып отыр. Дегенмен Hyundai көліктеріне сұраныс жыл сайын артып келеді. Сондықтан алдағы жылдары қарапайым халыққа да жеңілдік жасау бағытында жұмыс жасаймыз дейді Астана Моторс компаниясының басшылары. Қазіргі кезде біз осы зауытта Hyundai Accent моделін шанақты дәнекерлеу және бояу жұмыстарын өткізіп жатыр. Сондықтан біз қазір көп қосалқы бөлшектерді жан-жақты зауыттардан алуға мүмкіндік алдық. Сондықтан қазіргі кезде осы Hyundai Accent моделінің бағасы 3-4% төмен болады деп сеніп отырмыз. Біздің алғашқы мақсатымыз осы біздің халыққа жақсы автокөлік жақсы бағамен беру. Hyundai Транс Қазақстан бұл Астана Моторс компаниясының еншілес кәсіпорны. Зауытқа салынған 28 миллиард теңгеден астам инвестицияның 30% Астана Моторсқа тиесілі, ал қалған 70% Қазақстанның даму банкі мен өнеркәсіпті дамыту қорының қаражаты. 15 қазанда іске қосылған зауытта көптеген жас мамандар жұмыс жасап жүр. Тіпті ұсақ түйінді құрастыру бөлімінде қыздар да бар екен. Бұл зауытта тамақтары тегін, жұмысқа алып кетіп және үйімізге қайтадан апарып тастайды. Жалақысы өте жақсы. Кореядан келген мамандар бізге барлығын үйретті. Ол кісілер бізге басынан бастап аяғына дейін теорияны да және де практиканы да үйретті. Астана Моторс компаниясы жаңа көліктердің 50%-ын Қазақстан нарығында, қалған 50%-ын тмд елдеріне жеткізуді жоспарлап отыр. Қазіргі таңда Hyundai көліктері Өзбекстанға экспортталуда. Жандос Айтбайұлы, Радик Жақыпов, Жеті күн.